Сәлем құрметті көрермен, арнада Нұрсұлтан Өмірбай. Бүгін мен сізге iPhone телефондарының қалай энергия қуатын, яғни қолданыс уақытын арттыруға болатын баптаулармен көрсететін боламын. Яғни настройкаларын өзгерту арқылы. Ең алдымен біздің қарастыратын баптауымыз бұл автояркость. Автояркость дегеніміз бұл, егер де сіз сыртқа шығатын болсаңыз, яғни жарық жерге, автояркость автоматты түрде сіздің дисплейіңізді жоғары дәрежеге көтеретін болады. Ал егер де қараңғы жерге баратын болсаңыз, автоматты түрде өзі қараятын болады. Бұл сіздің, яғни iPhone телефондарының қуаттылығын азайтатын болады. Оны өшіру үшін біз настройка кіреміз. Настройка кіргеннен кейін универсальный доступқа басамыз. Менде iOS 14, егер де сізде 11, 12, 13 болатын болса, бұл основной дегеннің ішінде тұр. Основной, одан кейін универсальный доступ. Менің жағдайымда ол өзі жеке тұр. Оның ішінде универсальный доступ, дисплейға басамыз, дисплей. Және оның ең астында тұрады, автояркость. Менде өшіріліп тұрды. Автояркость, яғни бұны өшіріп тастаймыз. Және алдағы уақытта сіз өзіңізге керекті яркость, яғни жарықтықты таңдайтын боласыз. Келесі қарастыратын баптауымыз бұл Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop. AirDrop көп адамдарда қосылып тұрады. Оны осы үстіңгі пердені төмен түсіру арқылы және осы жерге басып тұру арқылы шығатын болады. AirDropты өшіріп тастаған дұрыс. Бұны бассаңыз қосылады, бассаңыз өшіреді. Және де Wi-Fi, Bluetooth өшіріп тастаймыз. Мысалға Wi-Fi қосылып тұратын болса, сіз бір здание болсын, сондай ғимараттардың қасына өтіп баратқан кезде, сол жақта Wi-Fi қосылып тұрса, соларды іздеп тауып бере беретін болады. Және сол іздеу арқылы сіздің энергия қуаттылығыңыз төмендей беретін болады. Және Wi-Fi-ді өшірген соң осындай ақ болып тұрады. Бұл ақ болып жанып тұратын болса, бұл әлі өшпеген деген сөз. Себебі, мысалға, менің жағдайымда мына Bluetooth бұл ақ болып тұрған жоқ, бұл өшік тұр. Оны мына жақтан көрсетемін, мына настройкеде. Мысалға, мына Wi-Fi әлі қосылып тұр. Көрдіңіздер ғой да? Бұл әлі сіз Wi-Fi, яғни іздеп тұр деген сөз. Міне қараңыз, мына жер айналып тұр. Сол үшін мына жерге сенім жоқ. Бұл жерден өшірудің қажеті жоқ. Тіптен настройкаға кіріп, міне Bluetooth өшіреміз және Wi-Fi-ді өшіреміз. Wi-Fi-ді өшірген соң, міне мына жақтан үстінен бір сызық шықты. Көрдіңіздер ғой. Яғни осы жақтан өшіретін болсаңыз, Bluetooth-ды да, біріншіден Bluetooth-ды да іздеп тұрады, және Wi-Fi-ді да іздеп тұратын болады. Ол сіздің, яғни тоғыңыз кетіп жатқан деген сөз. Келесі қарастыратын баптауымыз бұл экран и яркость. Яғни сіз телефонды қолданып болғаннан кейін блокировка арқылы өшірмеген болсаңыз, сіздің дисплейіңіз тиісінше жанып тұра беретін болады. Оны өшіру үшін, автоматты түрде өшіру үшін настройка кіреміз және экран и яркость автоблокировка басамыз. Автоблокировка негізі 30 секундта тұрған дұрыс, ең минималды түрде. Яғни сіздің дисплейіңіз көп қосылмай тұратын болады. Егер сіз ұмытып кеткен болсаңыз, мына жерде никогда деп бассаңыз, ол дисплейіңіз тіптен өшпейтін болады. Блокировканы баспасаңыз. Ең дұрысы 30 секундқа қою. Және мына жердегі поднятие для активации дегенді өшіріп тастаған дұрыс. Және байқасаңыздар, менің телефонымда настройканың ішінде темный режим қосылған. Яғни қазір көп приложениеде бұл режим бар. Темный режим және белый режим деген сияқты. Бұл WhatsApp-та да бар, Telegram-да да бар, ВКонтакте-де бар. Айдың сурет тұрады. Негізі сол темный режимге қойған дұрыс. Және бетіндегі фонды көбінесе қараға қойған дұрыс. Келесі қарастыратын баптауымыз бұл анимация. Анимация дегеніміз бұл приложениеде свернуть еткен кезде, приложениеден приложениеге ауысқан кезде байқалатын мына анимация. Ақырын пайда болу, әдеміленіп шыққан кезде. Мысалы, настройканы басып қалсақ, ол дереу пайда болмайды, настройка ақырындап үлкейеді. Соның барлығы анимация. Соны өшіру үшін біз настройка кіреміз, баптауға универсальный доступ, движение кірген кезде, уменьшить движение. Орысшаны оқи берейін, қараңыз. Уменьшай движение пользовательского интерфейса, включай эффект параллакса значков. Мынаны бассаңыз, көрдіңіздер ғой, анимация кетті. Настройканы басқан кезде дереу шығады. Яғни бұлай настройка деген кішкентай значок, белгі,
жайлап үлкеймейді, резко настройканы пайда болады. Осыны қосып қойған дұрыс. Келесі қарастыратын баптауымыз уведомление. Уведомление дегеніміз кез келген мессенджерден, мысалы WhatsApp, Telegram, ВКонтактеден SMS келген кезде жоғарыдан шығатын перде десек те болады. Мысалы түсінетін шығарсыздар, уведомление. Уведомление көп приложениелер қосылып тұр. Негізі ол керек емес кейбіреулері. Мысалы біреулерде ойын болуы мүмкін, мысалға қазіргі кезде ойнайтын PUBG Mobile, Free Fire деген сияқты. Солардан жоғарыдан SMS келіп тұрады. Жаңа обновление, сондай деп. Ол негізі тиісінше сіздің энергия қуатыңызды төмендететін болады әр келген сайын. Мысалы менде Palette, мысалы Watch. Менде пока ондай Watch пайдаланбаймын, әлі алған жоқпын. Допуск уведомлений. Осыны өшіріп тастаған дұрыс. Сосын маған Palette деген, яғни карточкаларды енгізіп қоятын приложение, ол да маған керек емес. Уведомление келуі YouTube'тан керек, WhatsApp'тан керек, мысалы SMS келген кезде жоғарыдан шығатын. Және де FaceTime мен қолданбаймын. Қазір WhatsApp'тың өзінен видеозвонокпен звондауға болады. Өшіріп тастаймыз. Менің жағдайымда өшіретін нәрселер көп. Сізде өзіңіздің қажет емес приложениелеріңізден өшіріп тастаған дұрыс. Уведомление. Мысалы, мына здоровье деген тіптен керек емес приложение, оны удалить етіп тастасаң да ол қайтадан шығады, себебі ол системный приложение жатады. Яғни системалық программа. Мысалы, дом. Өзіңіз өшіріп тастаңыз. Келесі қарастыратын функциямыз бұл геолокация. Геолокация дегеніміз, оған кіру үшін конфиденциальностьқа кіреміз. Конфиденциальность службы геолокации. Яғни сіздің местоположение, сіздің тұрғылықты тұратын жеріңізді немесе телефонның қай жерде екенін анықтайтын құрылғы. Оны білетін шығарсыздар. Дәл уведомление өшірген сияқты, бұл жерде өзіңізге керек емес приложениелерге никогда дегенді қойып шығасыз. Мысалы, диктофон қай жерде жазылған оған керек емес, календарь қай жерде қарағаным керек емес, камера енді біреулерде керек болады, қай жерде түскені жазылып тұрады. Мысалы, Ақтау, Алматы деген сияқты. Мысалы, картада енді керек болады. Ол жерге сіз при использовании приложения деген қойған дұрыс. Және де авиатада керек емес. Мысалы, авиата дегеніміз самолетқа, яғни ұшаққа билет сататын приложение. Оған никогда қойған дұрыс. Siri, диктовка, ол керек емес. Siri дегеніміз iPhone-дағы голосовой, яғни дауыс арқылы телефонды басқару. Оған керек емес. Бұларды өшірген сайын сіз өзіңіздің телефоныңыздың энергия қуаттылығын арттыратын боласыз. Достар, егер де сізде iPhone телефоны болатын болса, жаңағы көрсеткен баптауларды енгізуді ұмытпаңыздар. Және осы видео керек болып қалады деген достарыңызға бөлісуді, осы видео лайк басуды, комментарий жазуды және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Келесі видеода көріскенше.